Саламатсыздар ма? Осындай ою тігіп үйренеміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, соңына дейін видео қараңыздар. Қатты эластичный емес еврофатин аласыз. Соны пяльцаға кереміз. Пяльцаға керген кезде 2 тін қылып кердім. Жақсылап тартып, жан-жағын қатайтып, пяльцаға тіккен кезде осылай тік болу керек. Оюды фломастермен бояп шығамын, жақсы түсу үшін. Осылай сызып алып оюды. Клеймен стразной ленты жабыстырамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Соңына дейін видеоны қарауыңызға кеңес беремін. Және түзу тігілу үшін әуелі клеймен осылай қондырып алғаныңыз жақсы. Өйткені сразу тігіп бастасаңыз қисық болып кетеді. Сондықтан осылай орналастырып аламыз. Сосын жібіңізді түйіндемей-ақ осылай 2 тін қылдырып, соңғы жағын қалдырып, сеткіге бекітсеңіз болады. Негізгі жібіңіз 4 тін жіп аласыз. Кәдімгі идеал жіппен тігіп жатырмын. Сол кезде 2 тін былай қарай кетеді, 2 тіннің қайырылған жері соңында қалып қояды, соны осылай түйіндеп алсаңыз болады. Басқа да түйіндеу әдістері басқа видеоларымыздан қарап, менің каналымда видеоларымды қарап шықсаңыз болады. Әртүрлі лайфхактармен бөлісіп жүремін. Осылай тігіп 7 бисер, 1 хрусталь тас, сосын 1 кішкентай қызыл пайетка мен үлкен пайетка алсаңыз, осындай әдемі ою болып шығады. Міне осылай кішкене қиғаштау қылып тіксеңіз әдемі түседі. Желательно бисер, чешский бисер алғандарыңыз жақсы. Өйткені түп түзу әдемі болып түсу үшін чешский бисермен тіксеңіз әдемі шығады. Ценасы қымбаттау, бірақ өнеріңіз әдемі шығады. Міне осылай айналдырып, гүл тәріздес қылдырып тігіп шығамыз. Басқа да цветтер алып, өзіңізге ұнаған цвет тіге берсеңіз болады. Енді гүл тәріз айтпақшы, осылай қате кеткен кезде инені сеткіден шығару үшін кейін қарай тартқан кезде иненің арт жағымен шығарасыз. Өйткені иненің бас жағымен кіргізсеңіз, ол бөтен жақтан кіріп кетеді, үшкір болғандықтан. Үшкір емес жағынан тартып, қайтадан шығарып, қате кеткен жеріңізді қайтадан өзгертсеңіз болады. Міне осылай қайтадан шығарып өзгертуге болады. Және қайттан тізбектеп, өзіңізге керек бисерлерді қайттан тізбектеп аласыз да, жалғастырып тіге бересіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Барынша сізге пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Міне енді құлақшасын тігіп жатырмын. Бұл жерде де 7 бисер, хрусталь тас алған жоқпын. Кішкене прозрачно розовый пайетка мен қызыл қанық түсті пайетка алып тіктім. Осылай қиғаш қылып тігіп шығасыз. Өте әдемі шығады. Енді мына жерде өрім қылып тігу техникасын көрсетіп жатырмын. Егерде мына жерде анық көрінбесе, сізде тағы кәжекей тігу техникасы видеосын соңғы ставкасына қалдырып кетем. Соны қарап шықсаңыз да болады. Негізінде түсінікті болу керек. Бұл жерде 8-9 тізбек бисер аласыз. Сосын мұна көрсетіп жатқан техникам құсап, тігіп шықсаңыз болады. Осылай өрме ою қылдырып, тігіп сізге көрініп тұр деп ойлаймын. Өзіме көрініп тұр. Осылай тігіп, жан-жағын стразный лентінің жанын тігіп шығасыз.
Енді тағы бір үлкен жемчугті тігіп жатырмын. Бұл жерде айналасын барлығын 7 бисермен алып, осылай қисық қылдырып тігіп шығасыз. Пайетканың размерлері өзгергендіктен оюлар да өзгеріп тұр, көріп тұрғаныңыздай. Енді мына бойын барлығын манағы өру техникасымен қаптап шығамыз, көріп тұрғаныңыздай. Енді мына құлақшасында 7 бисер, ең кішкентай қызыл пайетка, серый үлкен пайетка. Пайеткілеріңізді әр размерде алсаңыз әдемі болып шығады. Ешқандай ерінбей, қате кеткен жер болса қайтадан сөгіп, қайтадан тіксеңіз өте әдемі болып шығады. Міне осылай сызудың бойымен айналдырып, гүл қылдырып шықтым. Енді қайтадан тағы да құлақшасын тігіп жатырмын. Ол жерде де 7 бисер, полупрозрачный розовый пайетка, қаны қызыл түс пайетка. Енді мына ортасын тіккен кезде 7 бисер, кішкентай пайетка, үлкен пайетка, солай тізбектеп шықсаңыз, өте әдемі болып шығады. Сіздердің қолдауларыңызға рахмет. Менің просмотрларым көбінесе без подписки қаралады екен. Сондықтан каналыма тіркеліп алып, басқа видеоларды өткізіп алмаңыздар. Бұл узорды кәжекейлерге, тақияларға тіксеңіз болады. Өте универсальный узор деп айтуға болады. Осылай тігіп шығасыз. Мына жерде жемчугпен тігіп шығамыз. Бұл жерде 4 сантиметрлік, 3 сантиметрлік жемчугті алып, екеуін қайтара тігіп, 4 сантиметрлік жемчугпен по возрастанию көріп тұрғаныңыздай размерін кішкене үлкейте бересіз, сосын қайтадан кішірейтесіз. Сонда осындай әдемі жемчугтың формасы алынып тігіліп шығады. Егер бұрыштарында орын қалып жатса, бисер салып жіберсеңіз болады. Міне осындай шықты. Енді мына стразыны, тастың айналасын домалақ қылып гүл қылып тігу үшін шеңбер сызып аласыз, өзіңізге көрінетіндей қылдырып. Сосын пайеткінің үлкен размерінен кішкентай размеріне қарай арасына бір-бір бисерден салып, гүл қылып, осы схемада көрсетілген сияқты тігіп шығасыз. Міне осылай тігіледі. Қарап шықсаңыз, өте оңай тігілу керек. Міне осылай әдемі гүл болып шығады. Мына қызыл гүлді мына жерде қайталаймыз. 7 бисер, 1 биконус қызыл цвет, 1 үлкен пайетка. Үлкен дегенде 4 миллиметрлік пайетка. Осыны осындай тізбек бойынша тігіп шықсаңыз, осындай әдемі гүл жапырақ шығады.
міне осындай әдемі ойнек шықты. Каналыма қарап, тіркеліп, комментарий қалдырғандарыңызға рахмет. Соңына дейін видеоны қарағаныңызға рахмет. Сау болыңыз.